Уақыт алға жылжиды, бірақ ел жадында рухымен жаңғырып тұратын алыптар бар. Солардың бірі дін мен дәстүрдің шамшырағы, ұлттың рухани тірегі мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. 1858 жылы Баянауылда дүниеге келген Жүсіп кішкентайынан ерекше зейінді еді. Әкесі Көбейден діни сауат ашып, кейін Түркістан, Бұқара, Ташкент медреселерінде әлім тереңіне бойлады. Құранды 7 жасында хатым еткен. Мәшһүр Жүсіп жас кезінен-ақ халық ағарту ісі мен ғылым саласына ден қоя бастайды. Туған жері Қызылтауда жерлестерінің балаларына арабша тіл сындыртып, дәріс беріп, олардың білім мен ғылымға деген құштарлығын арттырып, қолөнер, егіншілік, сауда, мал шаруашылығы мен бәлек түре шұғылдануға шақырды. Заманның заңғары білім алып, өмірлік қажетті іскерлік пен дағдыларды меңгеру ұлттық ояну мен өркендеудің бірден-бір жолы деп білді. Ол шежіре, аңыз, өсиет арқылы ол имандылықты әр қазақтың жүрегіне ұялатты. Ол отарлық саясатқа қарсы қаламмен күрескен тұлға. Қазақтың 500-ден астам аңызын, шежіресін, діни еңбектерін жазып қалдырды. Патшалық Ресей дін мен тілге шектеу қойып жатқан тұста, мәшһүр Жүсіп қолына қалам алып халқына үн қатты. Ол отарлық жүйеге қарсы рухани күрес жүргізді. Өлеңмен, шежіремен, шариғатпен ол халқына оянуды, бірлікті, иманды болуды үндеді. Дінсіз ел тұл, тарихсыз ел жетім, деп жазды. Бүгінде оның ізімен салынған мешіттер мен кесене оның рухани мұрасының айғағы. 2001 жылы мәшһүр Жүсіп атындағы Павлодар қаласында мешіт пайдалануға берілді. 2008 жылы Жаңажол ауылында мешіт салынды. 2017 жылы Екібастұз қаласында еңселі ескерткіш орнатылды. 2019 жылы кесене жанында музей ашылды. 2022 жылы Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат ауылында мешіт пайдалауға берілді. Мәшһүр Жүсіп қазақ руханиятының шамшырағы. Дін мен дәстүрді, тарих пен тағылымды тұтастыра білген дара тұлға. Әуелгі насихаты: дүниеге көңіл бөлме, махаббат қойма. Дүниені сен қимасаң да, дүние сені қиып кетет. Көзің көрмей ме? Дүние жинағандардың малын не жау алат, не жұт алат, не отқа күйет, әйтеуір бір апатқа ұшырамай қоймайды.